Сәлем баршаңызға. Ең керемет дәмді тамақтардың бірі бризоль. Қонақтарға ұсынсаңыз болады және өзіңіздің отбасыңызға арнап жасасаңыз өте дәмді керемет болып шығады. Құрамы экранда көрсетілгендей сүтке жұмыртқаны қосып араластырып алдымен блинчик жасап аламыз. Ұнды себелеп отырып аздап-аздап үстен қосып отырасыз. Сонда сіздің блинчигіңіз де түйіршік қалмайды, қоймалжың сұйық біркелкі болады. Блинчик жасау барысында аздап ұн қосып отырасыз, аздап сүт қосып отырасыз. Блинчиктің құрамын біркелкі сұйық және сол ыдысыңызға өлшеп 7-8 бөліктегі блины шығудың құрамын жасайсыз. Су май, яғни подсолнечное масло құюды ұмытпаңыз. Барлығы біріккеннен кейін түйіршік болмау керек. Бізге ол өте маңызды. Венчикпен максимально араластырамыз. Бризольдің жалпы жасалу барысы: алдымен құймақ, яғни блинчик жасап аламыз. Дайын болған блинчиктің ішіне туралған көкөнісімізді және фаршымызды, майонез барлығын қосып, ішіне салып, ең соңында орап, табамызға салып, духовкаға жібереміз. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Подписка жасап, лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар болады. Венчикпен араластырып болғаннан кейін ожауды салып, бір мәрте араластырамыз. Блинницамызды немесе сковородкамызды газға қатты қызуға қоямыз. Ішіне май немесе подсолнечное масло ештеңе құймаймыз, ештеңе жақпаймыз. Тек өзінің қызуымен ғана блинчикті пісіріп шығамыз. Блинчигіміздің пісу уақыты 30-20 секунд. Одан кейін вилкамен екі шетін шығарып алып, екі саусақтың көмегімен аударып жібересіз. Құймақтың жасалу уақыты 10-15 минут. Және сіздерден тағы бір өтініш: поделиться кнопкасын басып, WhatsApp чаттар арқылы ссылкасымен бөліссеңіз болады. Құймағымыз, яғни блинчигіміз дайын. Қызанағымызды және қиярымызды жіңішке етіп тураймыз. Барынша фаршымызға тұзды салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін жаңағы біздің бризольдің ішіне салатын көкөністерден бөлек, сонымен бірге осы бризольдің ішіне салатын сыр бізде сулугуни. Сол ірімшігімізді теркадан өткізіп аламыз. Барынша жұқа, барынша жіңішке етіп шығарамыз. Фаршқа тұзды салғаннан кейін қара бұрышты үстіне қосуды ұмытпаймыз. Жақсылап араластырып, бір езіп шығамыз. Алдымен қасықпен, одан кейін қолмен бір езіп шықсаңыз болады. 7 бөлікке бөліп, шарик тәріздес етіп бөліп шығамыз. 7 блинчикке жаққанға бізге өте ыңғайлы болады. Дайын болған блинчикке жаңағы шарик тәріздес фаршымызды жағып шығамыз. Қасықпен барынша біркелкі етеміз. Артық болған тұсын алып тастасақ болады. Фаршымызды ортасына жақсақ болады. Барынша блинчиктің шетіне дейін жағу ол өте маңызды емес, себебі біз оны ораған кезде бізге ыңғайсыздау болады. Сондықтан барынша орта тұсқа ғана жақсақ, сол жетіп жатыр. Осы уақытта соус тартар жасаймыз. Үлкен кесенің көлеміне майонезді құйып, соус тартар дайындаймыз. Сарымсақты барынша жіңішке етіп, майдалап, ұсақтап тураймыз. Одан кейін үстіне бір зелень саламыз. Укроп, мейлі петрушка болсын, барлығын қосып, турап салып жібереміз. Дағы қасықпен араластырамыз. Соусымыз дайын. Өте керемет бризоль шығады. Бұл жерде соус өте маңызды рөл атқарады. Дайын болған фаршымыздың үстіне жаңағы соусты құямыз. 2-2,5 қасық бізге жеткілікті. Барынша дүзулеп жағып шығамыз. Сарымсақ бұл соуста, яғни чеснок, керемет дәм, керемет иіс береді. Құймақтың ортасынан сәл төменгі тұстан
біз жаңағы сулугуни, қияр және помидорды жақсылап жинаймыз. Барынша жұқа, барынша ұзынша туралған қиярды және сырды және қызанақты барлығын ұзыннан етіп салып жинап шығамыз. Одан кейін 2 саусақпен жаңағы дайын болған блинчигімізді аударамыз, яғни ораймыз. Осы сіздерге көрсетілген граммдар бойынша бізде 7 немесе 8 блины дайын болады, яғни 8 порция тамақ десек те болады. Қалауларыңызша қасына любой гарнир жасасаңыз болады. Асылған күріш немесе пюре жасасаңыз болады. Формочкамызға сумай, яғни подсолнечное маслоны құйып, бір келкі етіп жауып шығамыз. Өте көп құюдың қажеті жоқ. Бізге осы құймағымыздың түбі жабыспауы керек. Сондықтан бір ас қасық сумай жеткілікті. Тегістеп құймағымызды бірінен соң бірін қойып шығамыз. Осы уақытта духовкамызды қосып қоямыз. Өйткені біз табаға блинчикті салғанымызша ол уже қызып дайын болады. Бұл жерде бізде блинчиктің орау жағынан ақшыл түсімен ораған дұрыс, себебі духовкаға салған кезде біздегі жаңағы блинымыз кішкене тағы бір мәрте қызарады. Сондықтан қоңырқай тұсын жаңағы көкөністерге ішіне қаратып жүру керек. Духовкамызда 180 градуста 30-35 минут пісіріп шығамыз. Астарыңыз дәмді болсын.